Сен мұсылмансың ба десе, не дейсіз? Альхамдулилля, иншалла мұсылманмын демейсіз, ана кейбір бауырларымыз сияқты. Бәріне ол мәні кесе де кемесе де, субханалла, иншалла, машалла деген қоса бір, әйтеуір бір күшті қылып айтып тұрын дейді да, модный сөз. Енді Құдайға шүкір, әкең шешеңнен гөрі жақсы ғой енді ол. Анау екі сөзден кейін артынан на дегеннен гөрі жаңағыдегі иншалла дегені жақсы ол енді. Ол әдемі сөз, бірақ орнына қарай айтыңыз да. Сен мұсылмансың бізді иншалла деуге болмайды. Альхамдулилля мұсылманмын дейсіз. Альхамдулилля мұсылман. Бізде аталарымыз үйрететін, оны қалып кетті ол. Сен мұсылмансың ба? Альхамдулилля мұсылманмын. Әй, сенің мұсылмандығыңда менің күмәнім бар. Онда менің дәлелім бар. Ал дәлеліңді айтшы десе, ашхаду алла илаха иллалла ва ашхаду анна Мухаммадар Расулулла дейді балаларға.